Қаламызда жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін әсем әлем сурет байқауы биыл Екібастұз қаласының 65 жылдық мерейтойымен балалар жылына орай ұйымдастырылды. Сүйікті қалама, сүйікті балаларынан тақырыбын арқау еткен шығармашылық байқауға 25 мектепке дейінгі ұйымдарынан түрлі техникада жұмыстар келіп түскен. Өте көп жұмыс, түрлі техникада орындалған жұмыстар болды. Әрине енді көп жұмыс болғаннан кейін Әділқазылар алқасына жұмыстарды таңдау, бағалау өте қиын болды. Бірақ дегенмен де сайыстың аты сайыс. Сурет сайысында бақ сынаған балғындардың жұмысы әртүрлі форматта қабылданды. Солардың ішінен ең үздіктерді таңдап алу қиынға соққанын айтады ұйымдастырушылар. Гран-приді беру өте қиын болды. Неге десеңіздер, жаңағы орын алған балалардың ішінен таңдау керек болды гран-приді. Сондықтан бір айта кететін жайт, сурет мектебіне келетін балалардың жұмыстары жеке қаралады. Сурет мектебіне келмейтін балабақшаның жұмысы жеке қаралады. Гран-приге келетін болсақ, ол баланың жұмысы ерекшеленген себебі жаңағы біздің берген тақырыпты ашты. Қаламыздың 65 жылдық екенін, бала жылы екенін, өзіміздің қаланы тануға болады жаңағы баланың суретінен. Сондықтан жаңағы Қазылар алқасы ақылдаса келе сол балаға грант иегеріне етіп жүлделеді. Әділқазылардың шешімімен 14-ші балалар конкурсының бас жүлдесіне нөмірі 27-ші сәбилер бақшасының тәрбиеленушісі Серік Расул лайық деп танылып, көркем сурет мектебінде тегін оқу мәртебесіне ие болды. Тағы 20 жас суретшілердің жұмыстары үздік деп танылып, жүлделі орындарға ие болды. Оларға көркем сурет мектеп атынан арнайы сыйлықтар үлестірілді. Ал 122 ынталандыру сыйлығын Екібастұз балалар қоғамдық қоры таратты. Барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлер дәстүрлі әсем әлем сурет байқауының арнайы алғыс хаттарымен марапатталды. Номер 10 3-ші санаториялық сәбилер бақшасы.